Сәлем, сіздермен 99 каналы. Бүгінгі тақырып жергілікті экожүйедегі организмдердің саны мен таралуын анықтауда түрлі статистикалық әдістерді қолдану. Статистикалық әдістер дегеніміз не? Бұл зерттеуді жоспарлау, материалды жинау, өңдеу мен нәтижелерін көрсету кезінде қолданылатын зерттеу жұмыстарының әдістері болып табылады. Статистикалық әдістерді жалпы зерттеу материалдарын ғылыми өңдеп, ұсынуға мүмкіндік беретін құрал ретінде қарастырсақ болады. Экожүйедегі популяцияның жалпы санын анықтау бұл шаруашылыққа қажетті маңызды түрлердің жалпы санын және де қызыл кітапқа енгізілген жойылу қаупі туған түрлердің немесе бір түрдің жалпы санын анықтауда қажет болады. Популяцияны құрайтын барлық таралардың санын анықтау қиынға соғады, бірақ шектеулі аймақта өте көп шоғырланған ірі және адам үшін жақсы көрінетін организмдерді анықтау қажет болған кезде мұны жүзеге асыруға болады. Түрлердің жалпы санын анықтау үшін зерттеушінің ұшақтан немесе тікұшақтан суретке түсіруі қолданылады. Кейіннен фотосуреттер бойынша барлық жануарларды оңай есептеуге болады. Мұндай әдісті неміс зоологы Бернард қолданған болатын. Ірі және өте ірі белсенді қозғалғыш жануарлардың жалпы санын анықтау үшін белгілеу және аулау әдісі қолданылады. Бұл әдісті Петерсон ұсынған. Оның мәні жануарларды аулап, арнайы белгі салғаннан кейін босатып жіберу. Біраз уақыттан кейін жаңа аулау жүргізіліп, ұсталған жануарлардың жалпы санының арнайы белгіленген даралардың санына қатынасы арқылы популяция санын анықтайды. Ол мұна теңдеу бойынша жүргізіледі. Бұл жердегі М бірінші аулаудағы белгі салынған даралардың санын білдіреді. Ал С бұл екінші рет ауланғандағы даралардың саны және R бұл екінші аулаудағы белгі салынған даралардың санын білдіреді. Бұл әдіс бойынша өзінің орындау шарттары бар. Біріншісі, популяция жабық болады, яғни эмиграция процестері жүрмейді. Және ауланған белгі салынған аңдар кездейсоқ іріктелуі керек. Сонымен қатар белгі салынған жануарлар басқа популяциямен араласу керек. Және де белгі салынған даралардың өмір сүру ықтималдылығы белгі салынбаған даралармен бірдей болуы керек. Екінші рет аулау кезінде арнайы белгі салынған жануарларды ұстау ықтималдылығы белгі салынбаған даралардан артық немесе аз болмауы тиіс. Екі аулау арасында уақыт бір ұрпақтың өмір сүру ұзақтығынан аз болуы керек. Популяциялардың жалпы санын анықтауда тағы бір әдіс бар. Ол Лесли және Дэвис әдісі деп аталады. Бұл әдістерді аулау мақсатында пайдаланатын популяцияларда қолданылады. Мұндай популяцияларға әрбір кейінгі ауланатын даралардың едәуір бөлігін алып отыруы қажет. Аңшылықты күшейту деп мұнда аудың бір рет лақтырылуын және аң аулау бір трансекттің бойымен болуы ескеріледі және тағы да басқа осындай ретпен жануарларды аулау жалғасу қажет. Бұл әдісте өзінің сақтау қажет талаптары бар. Біріншісі, популяция жабық болады. Екіншісі, бір дараны ұстау мүмкіндігі екінші дараны ұстау ықтималдылығына әсер етпейді. Және үшіншісі, ауға түсу ықтималдылығы популяцияның даралары үшін тұрақты болуы қажет. Бұдан басқа, тізбекті ретпен аулаудың әрқайсысында бірдей аулау күші қолданылуы тиіс. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған 99 каналы. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 пен бірге дамы.